Сәлем, менің сүйікті оқушыларым, сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз activity book, яғни жұмыс кітап дәптермен жұмыс жасайтын боламыз. Олай болса, бізде activity book values in myths and legends unit 2 on page 14. Жұмыс кітап дәптерінің екінші тарауды 14-ші бетті ашамыз. Бізде кітапта өткен болатынбыз, мифтер мен аңыздардағы құндылықтар тақырыбын өтетін боламыз. Олай болса, қазір тапсырмаларды бірге орындаймыз. Exercise 1. Are the good characters, the bad characters, look and the right. Мына жердегі суреттерге қарап отырып, жақсы кейіпкер ме немесе жаман кейіпкер ме біз қарап жазып шығу керек екенбіз. Бірінші ертегі бізде Cinderella. Cinderella good character, ол жақсы кейіпкер. Екінші Prince good character, жақсы кейіпкер. Үшінші Stepmother, өгей шеше, өгей ана, ол бізде bad character, яғни ол жаман кейіпкер. Келесі Little Red Riding Hood, қызыл телпек ертегісі. Бірінші Little Red Riding Hood, яғни ол бізде a good character, яғни жақсы кейіпкер. Келесі The Wolf, қасқыр, a bad character, жаман кейіпкер. Алтыншы The Woodcutter, яғни ол бізде орманшы, ол бізде a good character, ол жақсы кейіпкер. Міне осылай жазып шығады екенбіз. Және астында сұрақтар қойылған. Which story takes place in a castle? Which story takes place in a forest? Яғни осы ертегінің ішінде қай ертегі қамалдың ішінде болған, және қай ертегі орманның ішінде болған. Яғни жауап береміз. Бірінші The story of Cinderella takes place in a castle, яғни бұл жерде Cinderella ертегісі қамалдың ішінде болған. The story of Little Red Riding Hood takes place in a forest. Ал қызыл телпек бізде орманның ішінде болған. Міне бірінші тапсырманы осылай тез әрі оңай орындайды екенбіз. Келесі exercise to choose, яғни бұл жерде біреуін таңдау керекпіз. Fairy tale make me feel, яғни ертегілер мені сезіндіреді. Қалай? Happy, бақытты, sad, көңілі жоқ, scared, қорқынышты, bored, іш пыстырарлық. Қалай, кім қалай сезеді, сол туралы жазса болады. Ал маған fairy tales make me feel happy, ертегілер мені бақытты сезіндіреді. Міне мен осылай жазып қойдым, оқушылар. Енді келесі бетті қараймыз. Exercise 3. How did Native Americans live in the past? Make sentences then match. Яғни америкалықтар өткен шақта қалай өмір сүрген туралы сұрақ қойған. Яғни мына жерде суретке қарап отырып белгілейміз және сөйлемдерді өткен шақта жазып шығу керек екенбіз, оқушылар. Олай болса, қазір мен жазып шығамын, көшіріп аламыз. Мысалға, екіншісі бізде D болады. Мен сөйлемдерді дұрыс қойып шықтым, солай көшіреміз. Үшіншісінде бізде A суретіне сәйкес келеді. Төртіншісі бізде H суретіне сәйкес келеді. Бесінші бізде E суретіне сәйкес келеді. Алтыншы бізде G суретіне сәйкес келеді. Және әр сөйлемнің суреттің қасына мен дұрыс жазып қойдым, өткен шақта. Жетінші F суретіне сәйкес келеді. Сегізінші сөйлем C суретіне сәйкес келеді. Міне оқушылар, үшінші тапсырманы да осылай орындап алады екенбіз. Енді келесі бізде exercise қазір. Келесі бізде exercise 4. Мен мына жерге байқамай 5 деп қойыппын, оқушылар, қатемді дұрыстай саламыз. Олай болып тұрады. Exercise 4. Төртінші тапсырма. Read and match, then write sentences about the ancient Greeks as in the example. Яғни бұл жерде бізде сәйкестендіру берілген. Сөйлемдерді сәйкестендіреміз және астына сөйлем ретінде жазады екенбіз. Мысалға, бірінші бізде C болады, екінші бізде E болады. Not eat much meat. Үшінші go to stadiums, B болады. To watch games. Төртінші not have desks at school. 4D болады. Бесінші not wear trousers or shorts. A болады. Міне осылай сөйлем сәйкестендіреміз, астына 5 сөйлемді жазып шығамыз. Мысалға, бірінші they built house
houses with mud and wood. Келесі, they didn't eat much meat. Үшінші, they went to stadium to watch games. Төртінші, they didn't have desks. Бесінші, they didn't wear trousers or shorts. Міне балалар, барлық тапсырмаларды орындап болдық. Жарайсыңдар, келесі кездескенше сау болыңдар. Түсінбеген сұрақтар болса, комментарияға қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.